Қайырлы күн достар, бүгін бізде ерекше десерт жасаймыз. Ол үшін сгущенка керек, және де какао керек. 3 ас қасық какаоны сгущенкаға саламыз. Және бір қалыпқа енгенше араластыратын боламыз жақсылап. Енді блендерға осындай печеньелерді салып, уататын боламыз. Бұл печеньелердің осындай сынған түрі дүкенде өте арзан тұрады, соларды алсаңыздар болады. Дәл видеодағыдай ұсақтаймыз және бұларды бөлек бір ыдысқа саламыз. Аз-аздан манағы бірінші дайындаған қоспамызға салып араластырамыз. Қою болып бастап жатқан уақытта қолымызбен араластырамыз. Енді сары май саламыз. 50 грамм сары майды ерітеміз және араластырамыз. Сол уақытта біздің дайындаған десертіміз қолға жабыспайды. Енді дәл видеодағыдай форма жасаймыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Енді орехты уатамыз. Орех салу міндетті емес, бірақ орехпен істесеңіздер өте дәмді болып шығады. Уатылған орехті бөлек тарелкаға саламыз және де дайындаған десертімізбен айналдырып шығамыз. Өте дәмді болып шығады, өте тез дайындалады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Әсіресе қонақ келгенде тез-тез дайындап жүруге өте ыңғайлы. Міне біздің десерттарымыз дайын. Егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де достар, біздің арнамызда бұдан бөлек өте керемет тегін мастер-класстар көп. Мысалы, мынадай, сондықтан міндетті түрде тіркеліңіздер және біздің видеоны жібере алмас үшін колокольчик басуды ұмытпаңыздар.